Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен көлемі орташа бенто торт дайындайтын боламыз. Ол үшін алдымен 4 жұмыртқаның ағını сарысыдан осылай ажыратып аламыз. Ажыратып алдық, енді жұмыртқаның ағını жақсылап миксерлейміз. Енді қантты аз-аздан салып миксерлейміз. Не жақсылап миксерлеп алдық. Енді бұған жұмыртқаның сарысыны қосып, бұны да миксерлеп аламыз. Миксерлеп алдық. Міне сұйық массамыз осылай дайын болады. Енді бұған ұнымызды 3-тен өткізіп сала береміз. 2-3-ке бөліп саламыз ұнды. Ұнды салған кезде осылай астынан үстіне қарай араластырамыз. Сол кезде бисквитіміз басылып қалмай, көтеріліп шығатын болады. Ұнымызды салып біткеннен кейін осындай масса дайын болады. Енді бұған суық суымызды қосып, бұны да астынан үстіне қарай араластырамыз осылай. Не сұйық массамыз дайын болды. Енді бұны листімізге салып, пісіріп ала береміз. Духовкамызды алдымен қыздырып аламыз. 180 градуста 30-40 минут пісіріп аламыз. Бисквитіміз піскенше крем дайындап алайық. Творожный сыр, яғни сүзбелі ірімшікке қант қосып, бір қалыпқа келгенше жақсылап миксерлеп аламыз. Не дайындап алдық. Енді бұған сливки қосамыз. Бір қалыпқа келгенше барлығын миксерлейміз. Крем дайын болды. Осылай қатты болып шығады. Бұл кремді торттың ішіне де, сыртына да қолданамын мен. Біздің пісіруге жіберген бисквиттеріміз осылай дайын болды. Мен бұны суытып, кесіп дайындап қойғанмын. Осылай жұп-жұмсақ болып пісіп шығады. Енді арасына крем жағып шыға берсек болады. Осындай кондитердің мешогымызға кремімізді салып аламыз. Осылай салып алдық. Бисквитіміз құрғақ болып қалмау үшін сүтке қант қосып арасына жағып аламыз. Сосын осылай кремімізді жағып аламыз. Араларына қалауларыңызға қарай начинкаларды салсаңыздар болады. Банан, жаңғақ немесе малина. Қалауларыңызға қарай салмай қойсаңыздар да болады. Не әр бөлігін осылай видеодағыдай жинап шыға береміз.
Енді бұның араларына крем жақсылап сіңу үшін кемінде 5-6 сағатқа холодильникке салып қоямыз. Осылай сыртын орап аламыз. Міне мен холодильниктен алдым. Мен бір күнге холодильникке қалдырған болатынмын. Енді кремді сыртына жақсылап тегістеп жағып шығатын боламыз. Алдымен кремді бисквитіміздің сыртына жұқалап бір жағып аламыз. Не осылай бір жұқалап жағып аламыз, өйткені креміміз тегіс жақсы шығу үшін жағып алуымыз керек. Енді кондитерный мешогымызға салып, сыртына осылай кремімізді жағып шығамыз. Осылай кремімізді жағып алғаннан кейін сыртын тегістеп аламыз. Креміміз тегіс әдемі болып шығу үшін осындай шпательді қолданамыз. Осындай шпательдегі кремдерді алып, тортымыздағы жетпей қалған бір тегіс болмай қалған жерлеріне жағып, қайтадан шпательмен тегістеп шыға береміз. Міне осылай тортымыздың сыртын тегістеп алдық. Енді бұның оформлениясын өз қалауларыңызға қарай безендіріп алсаңыздар болады. Басқа да торт түрлерін барлық сырларымен пісіріп үйренгілеріңіз келсе, менің каналыма жазылып, лайк баса кетіңіздер.